Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте ерекше хит президент салатын әзірлейтін боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Бізге керегі шыжық, қызанақ, қияр, екі піскен жұмыртқа, майонез және картофель пай менде дайыны. Ең алдымен қиярымызды осылай бөліктерге бөліп, жіңішкелеп, соломка етіп турап алатын боламыз. Қазақша контентті қолдау мақсатында менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де қоңырау белгісін басып, келесіде шығатын жаңа видеомды сіз көретіндей боласыз. Міне осылай қиярды жіңішкелеп турап алдым. Енді ыдысымызға салып алатын боламыз. Енді шұжықты турап алатын боламыз. Өздеріңізге ұнайтын кез келген шұжықты алсаңыздар болады. Шұжықты да осылай бөліктерге бөліп, ұзыншалап турап алдым. Енді қызанақты турап алатын боламыз. Қызанақты осылай жіңішкелеп, оны да ұзыншалап етіп турап алатын боламын. Негізгі ішкі бөлігі керек емес. Тек қана шет жақтарын турасаңыз болады. Міне қызанағымды да турап, ыдысыма салып алдым. Енді жұмыртқамызды да ұзыншалап, жіңішкелеп турап алатын боламын. Жұмыртқамызды да ыдысымызға салып, үстіне аздап картофель пайымыздан салсақ болады. Картофель пайды үй жағдайында да өздеріңіз қуырып алсаңыз да болады. Менде мұнда дайыны. Енді дәміне қарай тұз, бұрыш салып, майонезімізді салып, жақсылап араластырып аламыз бір келкі болғанша. Салатымызды араластырып алған соң, енді тарелкамызға салып, үстінен картофель паймен әсемдеп ұсына берсеңіз болады. Өте дәмді, ерекше салаттардың бірі. Қонақтарыңызға, үйдегілеріңізге ұнайтын болады. Осылай жасап көрсеңіздер болады. Міне біздің салатымыз дайын. Өте ерекше, дастарханымыздың сәнін келтіретін әрі тойымды салаттардың бірі. Жасап көрсеңіздер болады. Бүгін өте дәмді, ерекше кардина салатын әзірлейтін боламыз. Дастарханымыздың сәнін келтіретін салаттардың бірі. Осылай 2 дана лаваш алатын боламыз. Лавашымызды бүктеп, осылай 2 шетін кесіп алып тастайтын боламыз. Міне осылай лаваштарымыздың сыртын алып тастадық. Енді лавашымыздың тағы да теңдей ортасынан осылай тағы бөліп шығатын боламыз. Содан соң бізге бір шұңғыл ыдыс керек болады. Мен осындай ыдыс алдым кардина жасау үшін. Одан кейін бір жұмыртқамызды алып, бір келкі масса болғанша осылай араластырып аламыз. Бұл жұмыртқаның массасын біз осылай лаваштың үстіне жағып шығатын боламыз. Лаваштарымыз ажырамайтындай бір-біріне жабысып тұру үшін қолданатын боламыз. Осылай кардина жасап жинай бастайтын боламыз. Ең соңғы лавашымызды қойып шықтым. Осылай барлық лавашымызды дайындап алатын боламыз. Міне осылай кардинамызды дайындап алдық. Енді осылай ортасына бір ыдысты қойып, пешімізде 15 минут қызарғанша ұстайтын боламыз.
Оған дейін ішіне салатын салмасын дайындап алатын боламыз. Осылай бір қиярымызды алып, үккіштен өткізіп алатын боламыз. Осылай бір қиярымызды үккіштен өткізіп алдым. Одан кейін сырымызды да осылай үккіштен өткізіп алатын боламын. Қияр мен ірімшігімді үккіштен өткізіп алдым. Енді қызанағымызды 4 бұрышты етіп турап алатын боламын. Достар, қазақша контентті қолдап, менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қызанақтарымызды турап алғаннан кейін қырмамызды турайтын боламыз. Бізде қырма бұл килограммда сатылатын қырма. Коробкадағы қырмалар жарамайды, сондықтан осындай қырманы алыңыз. Қырманы осылай ұзыншалап турап алатын боламын. Барлық керек заттарды описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Осылай қырмамды да осылай ұзыншалап турап алдым. Міне біздің корзинамыз дайын. Енді осының ішіне жаңағы салмамызды салатын боламыз. Содан соң салат жапырағымызды осылай қолмен үзіп салатымызға салатын боламыз. Дәміне қарай тұз, зәйтүн майын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Дәмі сіңген, жақсылап араласқан салатымызды корзинамыздың ішіне салып, дастарханға ұсынсаңыз болады. Міне біздің корзина салатымыз дайын. Дастарханыңыздың сәнін келтіретін салаттардың бірі. Жасап көріңіздер. Дәмі деген өте керемет. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Айдана.